Қазақ даласында жұлдыздарға қарап өскен бала ғарышкер болады деп кім ойлаған? Бірақ Тоқтар Әубәкіров атамыз бұл арманына жетті. Ол қазақтың тұңғыш ғарышкері. Тоқтар бала кезінде атақты ұшқыштар Талғат Бигелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесіне жазылды. Алғаш рет ұшақпен көкке көтерілгенде мен құстай самғап келемін. Менің қанатым бар, деп қуанған екен. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына кірді. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан ғарышқа аттанды. Халықаралық экипаж құрамында Александр Волков, австриялық ғарышкер Франц Фибекпен бірге ұшты. Ғарыш кемесі орнынан қозғалған сәтте ол: «Халқым, менің сен үшін бәріне дайынмын», деді. Осы ерлігі үшін ол халық қаһарманы атағын алды. Бұрын ол жаңа ұшақтарды сынап 1988 жылы Кеңес одағының батыры атанған. Бірақ өзі: «Мен атақ үшін ұшқан жоқпын. Халқым менімен мақтанса екен деймін» деген екен. Тоқтар атамыздың өмірі арманға апаратын баспалдақ. Ол білім алды, көп жаттықты, қорықпады және елін сүйді. Қане, біз де арманымызға жету үшін алғашқы қадамымызды жасайық. Біздің жер ғарыштан өте әдемі. Осы әдемілікті сақтап, өз арманыңа ұмтыл. Келесіде кім боласың? Ғарышкер, ұшқыш, дәрігер немесе мұғалім? Бастысы алға ұмтыл.